Мен келін болғаныма биыл 6 жыл толды. Көзді ашып жұмғанша өткен осы уақыт ішінде қаншама қуаныш, қаншама үміт, қаншама сағыныш сыйып кеткенін сөзбен айтып жеткізу қиын. Біз жолдасыммен педагогикалық университетте таныстық. Алғашқыда қатар оқыған сыныптас дос ед. Уақыт өте келе жүрек қалауы, жан үндестігі екеумізді бір арнаға тоғыстырды. Ол мінезі жұмсақ, қолы ашық, әркез айналасындағыларға көмектесіп жүретін ақ жарқын жан. Оның жанындағы жылулық пен мейірімділік мені өзіне баурап алды. Бізді тек сезім ғана емес, сенім де байланыстырды. Екі жақтың ата-анасы да ризашылығын беріп, батасын алып, отау құрдық. Алғашқы жылдары барлығы тамаша еді. Жас шаңырақ, жаңа өмір, арман мен үмітке толы күндер. Үйіміз күлкі мен жылы сөзге толы болатын. Бірақ уақыт өте келе бір арман ғана орындалмай, көңілдің түкпірінде бір мұң пайда болды. Бала үнін естуді армандадық. Жылдар өтті, ал бесік әлі де бос тұр. Алғашында мән бермедік, бәрі өз уақытында деп өзімізді жұбаттық. Бірақ жыл артынан жыл өткен сайын жүректегі алаң ұлғая берді. Дәрігерлерге қаралдық, талай зерттеу, талай тексеру. Нәтиже бір, екеуміз де саумыз. Бірақ неге екенін ешкім нақты айта алмады. Аурухананың табалдырығын тоздырдық. Бірінен үміт, бірінен сенім іздедік. Ал әр жолғы жауап бәрі жақсы. Бірақ біз үшін бұл жақсылық ішкі тыныштық әкелмеді. Керісінше неге бұлай болды екен деген сұрақ жүрегімізге салмақ салды. Жолдасым ешқашан реніш білдірмеді. Керісінше мені жұбату мен сенім берумен болды. Бәрі Алланың қалауы, сабыр етейік дейді ол үнемі. Кейде оның осындай сабырлы мінезі мен мейіріміне қарап, өзімді тағдырымның ең дұрыс адаммен байланыстырғаныма іштей шүкірлік етемін. Бірақ түн ортасында терезеге қарап, ойға шомып кеткен сәттерде жүрегімнің түкпірінен шыққан бір тілекті ешкімге айта алмаймын. Бір рет болса да анашым деген нәзік үнді естісем ғой. Сол үмітпен таңды атырып, кешті батырып келеміз. Мүмкін Алла бізге басқа сынақ беріп тұрған шығар. Мүмкін сол сабырдың соңында бізді үлкен қуаныш күтіп тұрған болар. Бір кеште үйреншікті әдетпен бәріміз дастархан басында шай ішіп отырғанбыз. Атам мен енем жасы ұлғайған, көпті көрген жандар. Сол күні олардың жүзінен бір салқындық сезілді. Әсіресе атамның қабағы қатулы еді. Шай үстінде әдеттегідей тыныштық орнап тұрған. Кенет атам кесесін үстелге қойып, жолдасыма қадала қарап: «Манағы сөйлескен нәрсені айтпайсың ба енді?» деді дауысы қатқыл шығып. Жолдасым менің жүзіме қарап, не істерін білмей, үнсіз отырды. Ол мінезі момын, ешкімнің көңіліне қаяу түсіргісі келмейтін жан. Сол сәтте оның неге үндемей отырғанын жүрегіммен сездім, менің көңілімді жаралағысы келмеді. Біраз үнсіздік орнады. Дастархандағы шайда, тәтті де, жылы сөзде сол мезетте дәмін жоғалтқандай. Ақыры бұл үнсіздікті енем бұзды. Ол кесесін шетке ысырып қойып, ауыр күрсінді де сөз бастады. «Келінжан, 6 жыл болды ғой», деді сабырлы, бірақ ішкі өкінішті жасыра алмаған дауыспен. «Біз қартайып барамыз. Көзіміздің тірісінде немере сүйіп, сонымен ғана тыныш кетсек дейміз». Сол сәтке дейін оның айтқан әр сөзі көңіліме қадала түсті. Бірақ келесі сөзін естігенде жүрегім су ете қалды. «Екеуіңнен 6 жылда бала болмады. Енді қашан болмақ? Қайын ағаң үйленген жоқ, жас, сау жігіт. Бәлкім сол ұрпақты жалғар, бәлкім Алматтан көтерерсің», деді. Әуелде енемнің сөзін дұрыс естімеген шығармын деп ойладым. Бірақ оның жүзінде әзілде, өкініште жоқ, тек бір ғана шешімін таптым деген қаталдық бар еді. Ол сәтте уақытым тоқтап қалғандай болды. Денемді мұз құрсады. Атам кезінде мектеп директоры болған, ел сыйлаған адам. Ал енем өмірінде жұмыс істеп көпшілікпен араласпаған, ауылдың қарапайым әйелі. Бірақ дәл осы сәтте мен олардың айырмасында, беделін де, жастарын да ұмытып кеттім. Тек ішімдегі жан айқай ғана естілді. Қалай ғана осындай сөз жүректерінен шықты екен. Көзіме жас толып, сөз айтпастан орнымнан тұрдым. Сол түні менің ішімдегі бір әлем құлады. Бұрын ата-ене дегенде мейірім мен жылылық елестейтін болса, енді сол жүрегімде орны толмасы мұз қатты. Жолдасым үнсіз, басы салбырап отырды.
Ол да қиналды, мен де. Бірақ сол кеш менің өмірімдегі ең ауыр кештердің бірі болып есімде қалды. Бөлмеге барғасын өкіріп жылап жолдасыма тиістім. Сен еркек емессің бе? Бір жастықты бөлісіп жүрген әйеліңді ағаммен қалай бөлісесің? Деп сол түні ұрыспен ұйықтай алмадым. Таңертең жолдасым екеуміз жұмысқа мектепке кеттік. Жолдасым физика мұғалімі. Мен бастауыш сыныптың ұстазымын. Осылай тағы 6 ай өтті. Жолдасыммен арамыз әбден суыды. Менің көңілім қалды. Үйде менімен ешкім сөйлеспейді. Көп ойланып ажырасамын деп шешім қабылдадым. Барлық киім кешегімді жиып теріп өз үйіме кетіп қалдым. Ешкім тоқтатпады. Газель жалдап заттарымды алып үйіме келдім. Ата-анам мені көріп жын көргендей шошып кетті, себебі заттарыммен келген едім. Әкем ажырасу дегенді мүлдем ұнатпайтын адам. Үйде де атмосфера ауыр болды. Жұмысқа орын болмай үйде тағы 4 ай отырып қалдым. Бір күні кешкісін телефоныма бір белгісіз номер звондады. Алып едім, қайнағам Алмат екен. Ол Алматыда тұратын еді. Жасы 38-де. Осы уақытқа дейін үйленбеген жігіт. Жұмыс, карьера деп өз бетімен кеткен адам. Мен жауап беріп үлгермедім. Телефонның ар жағынан: «Сафия, тоқтай тұр, мен олар секілді сөз қозғайын» деп хабарласпадым. Мен де қате санаймын деп мені жібітті. Шаруасымен ауылға және үйіне келген екен. Сол күні кешкісін маған келді. Үйге бізге кірмеді. Ыңғайсыз болар деп мен өзім шықтым. Менің көңілімді аулап тәттілер, әртүрлі косметикалық бокс, сыйлықтар әкелген. Мен оған бас салып қатты сөйлеп қалдым. Мені сыйлықпен алдап келгенің бе? Деп ол жаймен мені тыныштандырды. Жоқ, мен олай ойламаймын да. Деп қабағын түйді. Сол күннен бастап мені жұбатқысы келді ме, әлде жақындасқысы келді ме, қалай достай болып көңіліміз тоғысқанын өзімде байқамадым. Ауылда жұмыс болмай жатқанын білген қайнағам Алматыға мені алып кетті. Жұмысқа орналастырды. Өзінің 2 бөлмелі үйінің 1 бөлмесін маған берді. Арада жарты жыл өтті. Алмат қайнағамнан бір артық қылық байқамаған, мен қалай ұната бастағанымды өзімде байқамадым. Осындайда болады екен-ау. Біреу айтса сенбес едім. Бір күні кешкісін киноға бардық, қала араладық. Тағы маған сыйлықтар алды. Осы жолы алтын алқа әперді. Мен бұл сыйлықты қабылдай алмаймын. Алмат аға, деп қарсы болдым. Ол қолымды түсіріп, мойныма алқаны өзі тақты. Үйге келдік, кешкі асты ішіп кино қарадық. Мен бойымда не билегенін білмеймін. Сол күні Алматтың бойынан өзіме ұнайтын нағыз ер мінезді көрдім. Бауыр бастым, ұната бастадым. Ол да маған тіке қарап: «Қандай көркем едің? Сенің бар болғаның қандай жақсы. Мен бақыттымын сенімен», деп менің ернімнен сүйіп алды. Бір кезде көтеріп алып менің бөлмеме апарып ыстық сезімге баури бастады. Астымды әбден жалап мені есімнен тандырды. Ек алмамды да тәттілеп алды. Мен қара терге түсіп әбден елжіреген кезде қаттысын сұға бастады. Бірнеше рет ұрғылап ыстық дымқылға бойлатып жылтыр жерге жылжыта берді. Сол түн өте ұзақ созылды. Мен бұндай сезімді, ыстық құбылысты көрмеген екенмін. Екеуінің ұрғылауы мүлдем бөлек екен. Осылайша бірнеше рет қайталады. Арада 9 ай өтті. Мен жүкті болдым. Ауылға барып екеуміз некелі ерлі зайыпты болатынымызды айтып, барлық тума туысты бір таң қалдырғанымыз бар еді.